Астанадан қолма-қол ақшаға қалай үй алу туралы айтатын боламыз. Өздеріңіз білесіздер, әр жыл сайын жаз кезінде бүкіл Қазақстанның региондарынан, ауыл аймақтан, өңірлерден Астанаға үй алуға келеді. Егер сізде Қазақстанның басқа өңірінде жылжымайтын мүлік болатын болса, сол мүлікті залогқа қойып, Астанадан екі түрлі вариантпен үй алуға болатынын қазір айтамыз. Бірінші вариант, жаңағы басқа өңірдегі үйіңізді оценка жасатасыз. Сол оценканың бағасының жартысына дейін, мысалы 30 миллионға оценка жасатса, 15 миллионға дейін қолма-қол ақша аласыз да, үстіне 1-2 миллион теңге қосып, Астанадан келіп қолма-қол ақшаға үй алсаңыз болады. Бұл залоговый кредит деп аталады. Залоговый кредиттің пайыздық мөлшері ипотеканың пайыздық мөлшеріне ұқсас, қарапайым кредиттен қарағанда пайыз төменірек болады. Екінші вариант, жаңағы региондағы үйіңізді залогқа қойып, ипотека под залог недвижимости деп ипотека рәсімдеуге болады. Залогқа қоясыз, мысалы 30 миллионға бағаланды, келесі Астанадағы үйді де 30 миллион теңгеге дейін алуға болады. Бұндай жағдайда екі үйіңізді залогта тұратын болады. Егер төлей алмай жатқан жағдайда екі үйіңізді де алып қою қаупі бар. Парақшада ипотека туралы қызықты ақпараттар айтылады. Қазір тіркеліп алыңыз.